Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай үй жағдайында кетчуп жасаймын. Жасалу жолы өте оңай және дәмді болып шығады. Ол үшін бізге 2 килограмм қызанақ, 4-5 штук болгар бұрышы, 2 бас пияздың бәрін жуып тазалап турадым. Қазанға қайнатып, 20 минуттай қайнаттым. Жұмсарғаннан кейін үсті блендермен езіп алдым. Езгеннен кейін осындай сұйық болады. Басында бұл қайнап қоюланады. Осыны орташа отта 40 минут қайнатамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, қант қосамыз. Мен бір ас қасық тұз қостым. 4-5 ас қасық қант қостым. Лавр жапырағы, қара бұрыш қостым және пісуіне 5 минут қалған кезде 1 шай қасық уксусный кислота қостым. Оның бәрін араластырып, үстіп жуып, стерилденген банкаға құйып, орап тастадым, жауып. Жапқаннан кейін жылы орап қоямыз. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.